Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Су күші қондырғылар пәнінен келесі дәрісіміз бастаймыз. Так. Дәрістің тақырыбы түрбиналардың жұмыс тәртібі. Түрбиналардың жұмыс тәртібі турбинаның жұмысы дөңгелектерінен кіру және оның шығу кезіндегі жылдамдықтары дейді. Бірде жылдамдық туралы да есептеуіміз керек. Турбиналардың негізгі энергетикалық теңдеулер және оларды қолдану бірде бәрі формуламен есептелінеді. Шапшаңдық коэффициенті және турбиналардың келтірілген параметрлері жаңа алғашқы схемада көрсетілгендей оны таңдап алған екен сипаттамадан. Сол жерде көрсетілген реактивті гидроспаның әсер ету қағидалары, принциптері, соның бәрінің параметрлерін алып, өлшем бірліктерін алып, формулаға саламыз. Центрден тепкіш сорғыштың негізгі теңдеулері не ағын центрден сыртқа қарай қозғалады және энергияны жұмысшы дөңгелектен алады. Гидротермалардың және кері бағыттау қозғалады және энергияны береді деп. Турбиналар үшін қозғалыс моментінің теңдеуін құрып, оны қорытып, мына формула нәтижесінде аламыз дейді. Жылдамдық ескерілген, сосын жаңа бұрылыстары есептелген, жаңа жұмысшы дөңгелектің, оны жаңағы несіне бөлеміз дейді. Судың еркін құлау жылдамдығы ускорение ету, сол ускорениеге бөлеміз. Сол кезде біздің арының несі сипатталады, биіктігі қанша метрге көтерілетіні осы жерден көрініп тұр. Тағы да бұл жерде көп мәселе айтуға болады. Центрден тепкіш сорғыштың негізгі теңдеулерінде ағын центрден сыртқа қарай ағады. Ағынның жаңағы параметрін көрсетеді. HG деген сөз центрден тепкіш сорғыштың негізгі теңдеудегі центрден тепкен несін қозғалысын көрсетіп отыр. Турбиналардың жұмыс тәртібі осылай. Алдындағы схемада көрсетілген сипаттамада алған кезде параметрлер белгілі болады. Ол жергілікті жерде, ашық жерлерде, турбина арқылы келетін жерлерде осыны параметрлерді қолданып, өлшем бірлігіменен осы формуланы көп пайдалануға тура келеді. Мұнда дейді, мұнда бірінші индексімен турбина жұмысшы дөңгелегіне кіретін жердегі қозғалыс үшбұрышының параметрлері, екінші сыртқы диаметрге сәйкес индекс, бұл теңдеудің гидроспаның қалақты дөңгелегінің негізгі теңдеуі деп атайды дейді. Мынау теңдеудегі жазылған қуаты, агрегаттың қуаты, ол пайдалы әсер коэффициентіне бөлінгендегі теңдеудің гидроспаның қалақты дөңгелегінің негізгі теңдеуі деп аталады. Турбинаның теориялық қуаты егер бұрышы альфа 90 градус болады, онда мына формулаға тең болады. Қуатты көрсетіп тұр бірде киловатт. Мына жерде біріншісінде қуат, екіншісінде жаңағы турбинаның теориялық қуатын көрсетіп отыр. Турбина ішінде энергия шығындарын ескерсек, нақты қуат едәуір кіші болады, яғни ол теңдеуге тең болады қуат. Бұл өйткені өткен 4-ші лекцияның жалғасы, бұл теориялық сипаттамалары осы формула арқылы біз өрнектеп отырамыз. Негізгі осьтік радиалдық турбиналардың жұмысшы дөңгелектің қызметін осы жерден байқауға болады. Гидротурбинаның ағынды бөлігі дейді. Гидротурбинаның ағынды бөлігі 3 бөліктен тұрады. Жұмысшы дөңгелекке келуі, жұмысшы дөңгелектен аймағы и ағының дөңгелектен шығуы. Бұл белгі нәрсе, гидротурбинаның айналған кезде осы 3 нәрсе байқалады.
ағыны жұмысшы дөңгелекке келу үшін турбиналық камера, статор және бағыттаушы аппарат іске қосылады. Солардың арқасында ол айналады. Жұмысшы дөңгелектің аймағында ротормен байланысқан қалақты жүйе орналасады. Ол сумен өзі әрекеттесіп, жұмысшы дөңгелекті ағынның энергиясын механикалық энергияға айналдыруды қамтамасыз етеді дейді. Біздің негізгі мақсатымыз энергетикалық ағынның механикалық энергияға айналдыру. Бұл механика айландырған негізгі көмекшісі бұл жұмысшы дөңгелектің негізгі элементі болып саналады. Гидротурбинадан шығуда сору құбыры деп те аталады. Гидротурбинадан шығуды сору құбыры деп те аталады. Өйткені сору станциялары, сору деп атқаны насос, орысша айтқанда насос, сорып құбырды жоғарыға биікке көтереді деген сөз. Гидротурбинаның негізгі бөліктері осы: жұмысшы дөңгелекке келуі, жұмысшы дөңгелектен аймағы, айналып жатқанда судың ағының дөңгелектен шығуы. Әрі қарай гидротурбинаның мынандай негізгі элементтерден құралады. Бірінші, ағынның келетін камерасы, бірінші суретті көрсетіп тұр камерасы. Екінші, статордан, үшінші, бағыттаушы аппарат, төртінші, жұмысшы дөңгелек, бесінші, қақпақ, алтыншы, сору құбыры, жетінші, генератор, схемада белгіленген, сегізінші, жұмысшы дөңгелектің камерасы, тоғызыншы, білігі. Жерде көрсетіп тұр схемада. Осындай гидротурбинаның негізгі элементтерінің осыдан құралады, негізгі элементтер. Бұл енді төменгі биіктен бұлай сорып алса, жоғарыда сорып, жоғары көтереді деген мақсатты білдіріп отыр. Бұл су күшінің қондырғыларының негізгі сипаттамасы сырттан қарағанда. Бұл әртүрлі жағдайларда қолданады. Төменгі биікте, жоғары биікте. Жоғары биіктен де су өз еркімен ағып жатқан кезде, оны осы рабочий жұмысшы дөңгелектің арқасында төменгі биікке судың күшін пайдаланып, ол механикалық энергияны электр энергиясына айландыруға да болады деген түсінік бар. Негізі назарларыңызға рахмет.